Сәлем достар, бүгін бір маңызды тақырыпқа тоқталғым келеді. Ол телефон. Біздің күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналған құрал. Біреу үшін жұмыс, біреу үшін ойын, ал біреу үшін демалыс. Бірақ телефонды көп қолданудың да жақсылығы бар, және де жамандығы бар. Әсіресе кішкентай балаларға әсері қатты білінеді. Бүгін осының бәрін ашық түрде түсіндіремін. Өмірден алынған 3 оқиғаны да айтып беремін. Соңы өте қызықты болады, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен телефонның жақсы жақтарын айтайын. Қазіргі заманда телефон жай ойыншық емес, нағыз көмекші құрал. Мысалы, ақпаратты тез табамыз, балаларға арналған дамытушы мультфильмдер көп. Үйде отырсаң да ағылшын тілін үйренуге болады. Карта, камера, онлайн төлемнің бәрі телефонда. Бір нәрсе білмей қалсаң, бірден YouTube'дан тауып аласың. Жұмыс істейтін адамдар үшін смартфон уақыт үнемдейтін құрал. Телефонның жақсы жағы көп болғанымен, оның үлкен зиян жақтары да бар. Ұйқы бұзылады, көз тез шаршайды, көру нашарлайды. Және бас ауырады. Нерв жүйесі әлсірейді, ашушаңдық пайда болады. Уақыт қалай өткенін байқамай қаласың. Балаларға өте қауіпті контенттер шығуы мүмкін. Ұзақ отырған адамда мойын, арқа, қол ауырсынуы шығады. Адам бірден телефонға үйреніп кетеді. Тәуелділік пайда болады. Ал енді телефонның жұмысқа қаншалықты керектігін айтайын. Бүгінгі күні көп адамның жұмысы тікелей телефонға байланысты. Онлайн сатушылар, YouTube, TikTok, Instagram контент түсіретін адамдар. Бизнес жүргізетін адамдар, банк операциялары, онлайн оқу, онлайн сабақ, құжат жөндеу, госуслуги бәрі телефонда. Яғни, телефонды толық тастап қою мүмкін емес. Себебі біздің жұмысымыз, уақытымыз, байланысымыз бәрі соған тіреліп тұр. Бірақ қолдану мәдениеті өте маңызды. Ең ауыр тақырып бұл кішкентай балалар мен телефон. Әсіресе 1 жас пен 6 жас аралығында телефон ұстаған баланың ең бірінші бұзылатын жері сөйлеу қабілеті. Баланың миы экранға қарап дамымайды, керісінше тежеледі. Телефон ұстаудың негізгі зияндары: тілі кеш шығады, зейіні төмендейді, қимыл қозғалысы азаяды, жылағыш, мазасыз болып кетеді. Көз ауырады, бас ауырады, дұрыс отырмайды. Дыбыс қатты болса, құлаққа зиян. Мультфильм тез ауысатындықтан балада гиперактивтілік пайда болуы мүмкін. Ал енді осы телефонға қатысты 3 өмірлік оқиға айтып берейін. Бір танысым бар. Баласының тілі 3 жасқа дейін шықпаған. Оны не үшін қалай деп ойлайсыздар? Себебі күні бойы телефон көретін, жыласа да бере салады, тек қана бала тыныш болсын деп. Кейін логопедке барса, ең бірінші айтқан диагнозы экран көп көрген бала деп айтты. Ал кейін телефонды азайтып, 2 айда бала сөйлей бастаған. Тағы бір оқиға, бір әйел адам былай айтты: ұйқысы бұзылған, таңертең тұра алмайды, бас ауыра береді. Оның себебі түнде сағат 1-2-ге дейін телефон қарап, TikTok қарап жатады екен. Телефонды 1 аптаға азайтқанда ұйқысы бірден дұрысталған. Бәлкім өзіңіздің де басыңыздан осы оқиға өтіп жатқан шығар, я? Ал тағы да бір оқиға. Бір танысым өзінің табысын телефон арқылы тауып отыр. Күн сайын видео түсіреді, сатылым жүргізеді, жазысулар жасайды. Оның мысалынан түсінгенім, телефон дұрыс қолданса, ақша табатын құрал. Ол адам уақытты жоспарлап, жұмыс уақытында ғана телефон ұстайды. Міне, телефонның пайдасын көріп отырғандардың бірі осы. Телефонды шектеумен, тәртіппен қолданса, нағыз пайдасы бар құрал. Жұмысқа, оқумен даму, шығармашылық, фотография, видео түсіру, ата-ана бақылауы, байланыс, және де қауіпсіздік, баланы бақылау. Телефон жаман нәрсе емес, тек дұрыс қолданылмаса ғана зиян береді. Телефонның тек жаман емес, қауіпті деп саналатын өте маңызды жақтарын айтып өтейін. Көп адам телефон тек көзге әсер етеді деп ойлайды, бірақ шын мәнінде оның әсері
бұдан да терең және қауіпті. Телефон жарығы көзге тікелей түседі. Әсіресе жақыннан көп қараған кезде көздің бұлшық еті қатты жұмыс істейді. Соның нәтижесінде көз тез талады, бас ауырады, алыстан көрмеу ерте басталады. Құрғақ көз синдромы пайда болады. Кішкентай балаларда бұл бұзылулар бірнеше есе жылдам жүреді. Өйткені олардың көзі әлі қалыптасу кезеңінде. Ұйқы бұзылады. Телефон экранындағы көк жарық мелатонин гормонын төмендетеді. Мелатонин адамның ұйықтауына көмектесетін гормон. Телефонды кешке қолданса, ұйықтау қиындайды, түнде тынышсыз ұйықтайды, таңертең шаршаңқы тұрады. Балалар ашушаң, көңіл күйсіз болады. Ұйқысы бұзылған адамда иммунитет те төмендейді. Қорытындылай келе, телефон біздің өміріміздің бір бөлігі, бірақ оны қалай қолданатынымыз бәрін шешеді. Шамадан тыс қолданса зиян, уақытпен, тәртіппен қолдансан пайда. Әсіресе балаларға телефон беруді барынша азайту керек. Баланың дамуы экранға емес, ата-анамен сөйлесуге, ойыншыққа, қимылға байланысты. Сіздерге осы видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Телефонды дұрыс қолданайық. Баршаңызға денсаулық, тыныштық тілеймін.